Сыр жылан. Сұр жылан деген сен бе? Мен мешінмін. Менің жан достарым. Ал мынау шеф ұстаз, әлемге әйгілі. Танысқаныма қуаныштымын, панда ұстаз. Әкең бізбен бірге жаттығу алаңына жүрсін. Балаңыздың сабағын көріп қайтыңыз. Ол шаршаған болу керек. Сен шаршаған сияқтысың. Мен оны демалыс бөлмесіне жайғастыра тұрайын. Жоға, шаршаған нес, мен сенің сабағыңа қатысып көргім келеді. Әке, маған сабақтан гөрі шайқас кезінде жау шапты. Бұл не шу? Бұл дабыл белгісі. Балам, жау шапқан нес? Қазір қызық болады, әке. Айдаһар жауынгердің қалай шайқасатынын көресің. Жүр сыртқа шық. Әділдік үшін. Ал дайындалыңдар. Мәссаған, мыналар неге жап-жасыл? Ау! Бұлар өзі кім болды екен? Нефрит зомбилеріне ұқсайды. Нефрит зомбилер дейсің бе? Нефробей! Мен бірінші! Лотос, абайла! Қорқпа, әке! Күнде осылай төбелесем ғой. Пәлі! Вау, мен мына екеуін танып тұрмын. Бұлар әйгілі гонг техникасымен елге танылған егіз шеберлер ғой. Ау! Иә, солар ғой. Ал мынау болса, мүмкін емес. Бұл жайра шебер ғой. 100 жыл бұрын қайтыс болып еді ғой. Атаңызға айналған шеберлер. Бізді суретке түсіріп алшы. Қалай үлгердің бе? Менің көзім жұмылып қапты. Тағы бір рет көш. Жайра шеберім мені қылқындырып жатыр. Кім ойлаған? Мынау сен ғой, қара. По, байқа. Бәленбай жыл мен бақтым. Енді келіп дайын асқа тік қасық болғысы келеді. Менің баламнан аулақ жүрсін. Кешір әке, сосын бәрін жинап алам. Тоқта, ақша салғышқа тиме, одан да шөмішті ал. Лотос, абайла! Әке, тұшпарамды ешкім жемесін. Ұсталдыңдар ма? Мен сені көріп тұрмын. Көп ұзамай сенің цыйыңды тартып алам. Маған айтып тұрма? Қайсысы, бәрі сөйлеп тұр ғой. Түрлер қандай қорқынышты өзі. Келесі жолы біз де осылай киініп, бұларды қорқытып көрейікші бір. Тек айтар сөзімізді алдын ала жаттап бірек. Әйтпесе күлкіге қаламыз. Олар сөйлей алмайды. Сендер солар арқылы Кайды естіп тұрсыңдар. Кім дейді? Жарайды, болды. Көрдіңдер ме? Жасыл түтін бұрқ етті де, сосын бұрқ етіп, шифу бұлар кімдер өзі? Кай. Бірінші рет естіп тұрмын. Кай. Қай деді, құжынаған даналы кітаптарының арасынан табылса жақсы. Міне, таптым. Ол жайлы осында жазылған болу керек. Не? Мұнда түк жазылмаған ғой. Сонша еңбегім зая кетті ме? Жоқ, ғафу өтінем. Таптым, бәр ойдағыдай. Мұны Угвей жазып қалдырған екен. Ертеректе менің ағам болған. Угвейдің ағасы болған ба? Туған ағасы емес. Қанды көйлек досы. Қағазды толық жазу керек шығар? Мен жастайымнан өршіл болдым. Өршіл. Қолбасшы қызметін атқардым. Ал Кай менің оң қолым әрі жақын досым болды. Бір күні біз тұзаққа түсіп қалдық. Мен ауыр жарақат алдым. Досым көмек іздеп мені талай күн бойы қолынан түсірмей көтеріп жүрді. Бір күні біз тау басында орналасқан жасырын аймаққа тап болдық. Бұл